Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз ғажайып үйде тұрғың келе ме? Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздер: сәулетші, жиһаз, тұрғын үй, өткел. Мәтінді мұқият тыңда. Ағылшын сәулетшісі Артур Виден салған әлемдегі ең кішкентай үй екі үйдің арасындағы өткелге салынған. Үйде қонақ бөлмесі, ас үй және жатын бөлмесі бар. Мәтін бойынша сөйлемдердің дұрыс бұрыстығын анықтайық. Артур Виденнің үйі әлемдегі ең үлкен үй. Бұрыс. Бұл үйде жатын бөлмесі бар. Дұрыс. Үй екі үйдің арасындағы өткелге салынған. Дұрыс. Сөз тіркестерін сәйкестендіріңіз. Өзіңді тексер. Әлия, сен Көктөбеге барып көрдің бе? Жоқ, барып көрмедім, бірақ Көктөбеден қаланың керемет көрінісі көрінеді дегенді естідім. Иә, әсіресе түнде ерекше әдемі. Қандай керемет. Сонымен қоса отбасыңмен, достарыңмен қыдырып демалатын таптырмас орын. Шағын хайуанаттар бағы да бар. Аттракциондарда бар ма? Иә, түрлі аттракциондармен қоса төңкерілген үй де бар. Төңкерілген үй дейсің бе? Иә, үйдің ішкі де сыртқы да жағы толығымен төңкерілген. Үй шатырымен жерге тұрғызылған, тіпті барлық жиһаздар да төңкеріліп тұр. Ғажап үй десеңші? Иә, ғажап. Осы демалысқа міндетті түрде отбасыммен барамын. Диалог бойынша сөйлемдердің дұрыс бұрыстығын анықта. Көктөбе түнде ерекше әдемі. Дұрыс. Көктөбеде хайуанаттар бағы жоқ. Бұрыс. Көктөбеде хайуанаттар бағы бар. Төңкерілген үй де бар. Дұрыс. Әлия келесі демалыста Көктөбеге бармақшы. Бұрыс. Әлия осы демалыста Көктөбеге бармақшы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!